Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін сіздермен дұрыс тамақтанудағы қате ойлар мен пікірлерді талдайтын боламыз. Арамызда адамдардың санасына сіңіп кеткен дұрыс тамақтану жайлы қате ойларға тоқталатын боламыз. Ең бірінші тоқталатын ой, белгілі бір мөлшерде барлық тағамды жей беруге болады деген ой. Бұл жердегі басты проблема, барлық тағамдарға бірдей пайдалылық деңгейі берілген. Кейбір адамдардың ойынша, шоколад пен көкөністер, балық еті мен торт арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ деген ой бар. Осы тағамдар ара қатынасын сақтап жесек, деніміз сау болады деп ойлайды. Деніңіз сау болу үшін тағамдардың қайсысы сізге пайдалы және зиянды екенін ажырата білу керек. Сондықтан, бұлай аз-аздан бәрін де жей беремін деген ой дұрыс тамақтану принципіне қарама-қайшы екенін ұмытпау керек. Екінші қате ойдың бірі, ол тағам ішу уақытын босатып алмаңыз деген ұғым. Тағамды белгілі бір тәртіппен уақытылы қабылдау керек деген пікірде қате. Өз тәбетіңіз қай уақытта пайда болса, сол кезде тағам қабылдау керек. Ағза өз қажетінше тәбетті жоғарылату, не төмендету арқылы барлығын реттеп отырады. Тәбет болмаған кезде күштеп тамақ ішпеңіз. Мысалы, көпшілік адамдар тәбет болмауына қарамастан таңғы асты ішу керек деп өздерін күштейді. Келесі қате ойлардың бірі, салмақ тастау үшін калориясы аз тағам жеу керек деген ой. Қанша калория жедіңіз, сонша калорияны физикалық жүктемелер мен сыртқа шығаруыңыз керек деген қате ұғым. Бұл ескірген ой. Көп жылдар бойы осы пікірге сеніп, миллионнан астам адамдар осылай салмақ тастамақ болып әбігерленіп, нәтижесінде ештеңеге қол жеткізген жоқ. Бұл жерде әр қабылдаған тағам ағзадағы инсулин гормонын қаншалықты жоғарылата алатынында. Себебі инсулин семіруге алып келетін басты гормондардың бірі. Мысалы, көмірсулар инсулиннің көп бөлінуіне, ақуыздар болса шектеулі, ал майлар өте аз бөлінуіне алып келеді. Салмақ тастау үшін инсулин деңгейін бір мөлшерде ұстап тұру маңызды. Аз калория жеу керек дейтін эксперттер шынында ешбір пациентпен бетпе-бет жұмыс істемегенге ұқсайды. Жұмыс істесе де олардың пациенттері ешқашан жетістікке қол жеткізбейді. Қате ойлардың тағы біреуі, майлы тағам жүрек жұмысына кері әсер береді деген ой. Көп жылдар бойы осы ұғым медицинада рас болып саналып келді. Құрамында майы аз тағам жесеңіз, ағза майды өз қажетінше көмірсулардан жасай бастайды. Егер біз денеміздегі холестерин деңгейін өлшесек, оның 75%-ын өз ағзаңыз синтез жасайды. Ал қалғаны ғана тағаммен түсетін холестерин екенін білуге болады. Ағзадағы холестерин деңгейінің көп болуы жүрек ауруларымен және майлы тағам көп жеумен байланысты емес. Шынына келгенде, майы аз тағам жеу ағзадағы өттің азаюына алып келіп, нәтижесінде өт тас ауруы, холецистит туындауына алып келеді. Келесі ойға тоқталсақ, семіздік адам ағзасына пайдасы аз екені рас. Сондықтан көпшілік адамдар арықтауға тырысып бағады. Бірақ біресе арықтап, қайта семіріп, қайта арықтау циклы ағзадағы метаболизм бұзылысына алып келетінін ұмытпау керек. Көпшілік адамдар жоғарыда аталып кеткен калориясы аз тағамдарды жеп, арықтап, кейін қайта толып кетеді. Себебі арықтаудың дұрыс мақсатын алға қойған жоқ. Ең дұрыс ұстаным, алдымен дұрыс тамақтанып, деніңіз сау болу керек, содан кейін ғана арықтауды қолға алыңыз. Нағыз дені сау адам артық салмақ жинамайтынын есте ұстаңыз. Және ең соңғы қате пікірлердің бірі, өсімдік майын ғана пайдалану. Мал майына қарағанда өсімдік майын пайдалану керек деген қате ұғымның бірі. Өсімдік майы деген аты пайдалы тағам секілді болып естілгенімен, ол өсімдіктен ғана емес, өсімдік дақылдарынан алынған майлар. Оған соя, рапс, күнбағыс және тағы басқа өсімдік дәндері жатады. Оларды өсіру үшін көптеген химикаттар қолданылады.
Сондықтан әрдайым өсімдік майын ғана қолдана бермей, арасында жануар майын да қосып отыру керек. Жануар майының пайдасын ата-бабамыз ертеден білгенін осы жерден ескеруге болады.